Ассалаумалейкум, бәріңізге сәлем. Сендермен мен Сайда. Қалайсыздар? Бүгін менің подписчиктерім мен Free Fire ойынынан обучалка жасап көрсетем. Сіздерді отырып стенка қоюға үйретем. Ең алдымен достар, подписчиктерім, сіздерді мұсылман қауымды Рамазан айымен шын жүректен құттықтаймын. Айтпақшы, достар, сіздерде мұндай сұрақ туындауы мүмкін. Сен неге YouTube каналыңды каналың атын ауыстырдың? Достар, оған жауабым бар. Мен YouTube каналымның атын ауыстыру себебім YouTube атым ұзақ болғандықтан қысқаша атқа ауыстырғым келді. Және де, достар, сіздер менен енді күн сайын видео күттіңіздер. Күн сайын видео шығарылатын болады. Сондықтан осы видеоның соңына дейін қарап кетіңіздер. Ал ендеше обучалкаға да кезек берейік, достар. Обучалкамызға да кезек береміз. Енді стенканы алдық қой. Енді достар, бұл обучалканы жай ғана істей салмайсыздар, ол өздеріңізге де байланысты. Достар, бірінші бұл айтудың кеттім сіздерге. Сіздер 3-4 саусақпен ойнауларыңыз керек. 3 немесе 4. Енді менікі сияқты ход болу керек, экрандарыңызға шығады. Осындай ход менікі. Қарап алыңыздар. Тура осы ходпен ойнайсыздар де, енді қараңыздар. 3 саусақпен ойнауларыңыз ең басты. Достар, қараңыздар. Аласыздар бірінші. Стенканы аласыздар. Сол қолдың бас бармақ, яғни сол қолдың бас саусағымен аласыздар да, сенен сол қолдың сұқ саусағымен отырып кнопканы басасыздар. Үлгермей қалдық, достар, кешіріңіздер. Стенканы молайтып алайық, мен сіздерге көрсетемін қазір. Мен мұнда атысу үшін келген жоқпын, мен сіздерге үйрету үшін келдім мұнда. Енді қараңыздар. Сөйлеріне қойын еді, көп сөз. Андай дейді ол. Достар, қазір. Сол қолдың бас бармағымен, бас саусағымен стенаны аласыздар да, сол қолдың сұқ саусағымен отырасыздар, және диагонды басып осылай қоя саласыздар. Бұл оңай. Егер сіздер менен де мықты қойларыңызға болады, достар, айтып қойын. Мен новичокпын десем болады, бұл неде. Қараңыздар, менің де қолымнан келмейді, кейде көрдіңіздер ғой. Тағы келмеді. Нормально келіп жатыр енді. Криво, да. Енді мен бар білгенімше істеп жатырмын. Таза қойылған осы деуге болады. Так. Қайтадан үйретейін, 2 стенам қалды. Сол қолмен стенаны басасыздар, сұқ саусақпен отырасыздар, және огонь басып қоясыздар. Енді бәріңізге түсінікті деп ойлаймын. Енді қараңыздар, қайтадан бірақ стена алды. Все, достар, көрдіңіздер ғой. Енді осы мен тырысқаным үшін сіздерден көп лайк күтемін, достар. Енді видеомыз тәмамдалайын деп қалды, енді достар. Үйреткен болғанда енді түсінген шығарсыз деп ойлаймын. Түсінген шығарсыздар енді. Аласыздар стенаны, отырасыздар, басасыздар кнопканы. Все. Достар, енді шынықпай ештеңе жете алмайсыздар, достар. Сондықтан практика. Достар, бір нәрсе айтып кетейін. Бұл стенканы деп отырып қоюда. Сіздер битва отрядта кішкене шынығып алыңыздар. Потом барып стенканы досыңызбен ойнаңыздар. Өткен стенканы сізге өте көп көмектеседі. Маған көмектескен бір кезі болды. Мен Мақсат деген досыммен компташ ойнаған стенканы. Сол кезде мен новичокпын ғой, стенканы отырып қатты қоя алмаймын. Бірақ сол кезде білмеймін, бір өз ойнауға желанием болды. Стенканы ойнадым, отырып әдемі қойдым. Сонымен отырып әдемі қойып үйренгенмен мен қатты қуандым. Сол қуанышпен осы видеоны жасап отырмын, достар. Осымен, достар, видеомызды до конца, яғни соңына дейін жетті. Назар аударғандарыңызға рахмет, лайктарыңызға да рахмет. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.